Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге көп балалы отбасыларға, көп балалы аналарға тағайындалатын жәрдемақылар бойынша толыққанды түсіндіремін, және шілде айында 2023 жылы қаншаға өседі жәрдемақы айтатын боламын. Көп балалы аналарға биылғы жылды жәрдемақыны атап өтсек, 4 балалы анаға 16 айлық есептік көрсеткіште 55.303 теңге алса, 5 балаға 69.138 теңге, 6 балаға 82.972 теңге, 7 баласы бар анаға 96.807 теңге, 8 баласы бар ана 110.400 теңге алып отырады. Одан кейінгі балаларға 4 айлық есептік көрсеткіште, яғни әр балаға 13.800 теңгеден төленетін болады. Бұл 8 баладан көп баласы бар аналарға арналған. Демек, үйінде 10 баласы бар отбасы 138.000 теңге алатын болады. Келесі, жәрдемақы қалай рәсімдеуге болады? Жәрдемақыны көп балалы аналарға арналған жәрдемақыны рәсімдеу үшін өтініш жазады. Содан кейінгі төмендегі аталған көрсеткіштерді, яғни төмендегі аталған құжаттарды халыққа қызмет көрсету орталығына апарып беру керек. Олар жеке басын куәландыратын құжат, балалардың туу туралы куәліктері, көп балалы ананың мәртебесін, атағы мен наградаларының болуын растайтын құжаты, неке куәлік құжаттары, тұрғылықты жерін тіркеу туралы мәліметтері, банктік шот нөмірлері апарып беретін болады. Ал Байқоңыр қаласының аналары аталған құжаттардан бөлек тұрғын үй шаруашылығы азаматтарын есепке алу және тіркеу бөлімінің анықтамасын ұсынуға тиісті. Жәрдемақы алуға өтінішті ego порталы арқылы онлайн қызметпен беруге де болады. Өтініш 7 жұмыс күнінде қаралады. Қосымша құжаттар қажет болған жағдайда 5 күн ішінде тиісті хабарлама жіберіліп, сол қосымша құжаттарды ұсынатын боласыздар. Келесі, алтын алқа немесе батыр ана атағын алған аналарға берілетін жәрдемақы мөлшерін айтатын боламыз. 6 бала тәрбиелеген көп балалы аналарға күміс алқа, ал 7 және одан көп баланың аналарына алтын алқа тағайындалады. Алтын алқамен марапатталған немесе бұрын батыр ана атағын алған бірінші және екінші дәрежелі ана даңқы ордендері табысталған аналардың жәрдемақысы 6-да 4 айлық есептік көрсеткіштен 7-де 4 айлық есептік көрсеткішке дейін ұлғаяды. Оларға енді шілде айынан бастап ай сайын 25.530 теңгеден төленетін болады. Алтын алқа, күміс алқа немесе батыр ана атағыңыз үшін берілетін жәрдемақыны рәсімдеуге мына құжаттар керек. Өтініш, жеке басын куәландыратын құжат, алтын алқа, күміс алқа немесе батыр ана атағын алғанын растайтын құжаттар, бірінші, екінші дәрежелі ана даңқы ордендерін көрсетуіңіз керек. Көп балалы аналарға қарастырылатын басқа да жеңілдіктерді атап өтсем, ерекше ордендермен марапатталған көп балалы аналар мемлекеттік тұрғын үй қорынан немесе жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үй алуға бірінші болып кезекке тұра алады. Алтын алқа және күміс алқа алқалыларға марапатталған көп балалы аналар бірнеше салықты төлеуден босатылған, яғни жеңілдіктер қарастырылған. Олар көлік құралдарына салынатын салық, жер учаскелері бойынша салықтар, жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық, нотариалдық қызмет кезіндегі мемлекеттік зияткерлік меншік саласына қатысты іс-әрекеттер жасаған кездегі мемлекеттік баж салығынан жеңілдіктер бар. Сонымен қатар 5 және одан көп баланы дүниеге әкелген немесе асырап алып, оларды 8 жасқа дейін тәрбиелеген әйелдер 53 жасқа толғаннан кейін зейнетақы алуға құқылы болады. Осындай жақсы жаңалықтармен ұдайы бөлісіп отырамын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Жақсы, пайдалы көптеген мәліметтермен сіздерге ұдайы бөлісемін. Сау болыңыздар.